Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді пиязынан дайындайтын боламыз. Алдымен жылы суымызға ашытқы, тұз, сұйық майымызды қосып араластырып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетіне май жағып, бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше пиязымызды дайындап аламыз. Пиязға тұз, бұрыш, қалауыңыз бойынша укроп пен көк пияз қоссаңыз болады. Ашыған қамырымызды 4-5 бөлікке бөліп аламыз. Арасына жағатын сары майымызды ертіп аламыз. Қамырымызды домалақтап жайып, әрқайсысының арасына сары май мен пиязымызды салып, орап шығамыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды противеньге қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын!